Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Ең оңай пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен жұмыртқа, құмшекер екеуін жақсылап араластырып аламыз, аппақ болып көтерілгенше. Міне біздің массамыз көтерілді. Енді ерітілген сары майды құямыз. Араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқышта араластырып, міндетті түрде ситадан өткіземіз. Міне біздің массамыз дайын. Енді формамыздың астына пергамент төсеп, массамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минут пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын. Қалауыңызша әсемдеп, шайға ұсынсаңыз болады. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Өте дәмді пирог және оңай жасалынады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай пирог. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.